Рыженков еңбек сіңіріп, адамдардың тілін, қасиетін өз өлеңдеріне арқау еткен Мұхтар Шахановтың 80 жылдығына арналған сыйлық сағатымызды бастаймыз. Мұхтар Шаханов 1942 жылы 2 шілдеде Түркістан облысы Төле би ауданы Қасқасу селосында дүниеге келген. 1996 жылы Қазақстан Республикасының халық жазушы, 1999 жылы Қырғыз Республикасының халық жазушысы аталыққа ие болды. Мұхтар Шаханов, қазақ ОК-ның драматургы, Қазақстан халық жазушысы. Ақын өлең жазып қана қоймай, драматургия саласына үлес қосқан. Осыған дейін махаббат таңы көкей түсті. Сенім патшалығы сияқты пьесаларды сахналанған болатын. Оңтүстік Қазақстан Лениншіл жас газеттерінде отандық телевизия, радио редакцияларда жұмыс істейді. Жалын журналының бас редакторы, әлем ойшылдарының басын біріктіретін 21 ғасыр және руханият атты халықаралық элита клубының президенті. Ойда дауыр сезімі аспан тек зеңізбен көзін асқан. Менің ырғыр ұрпағымның жиегінен зор тамба. Намысыма сыза түсті мұна сенің арқанда. Даңқын қайда төске өрлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кішкентай отырарды ала алмау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын таба алмау.